Көзі ілініп барады екен, көрші бөлмеден іңгәлаған сәби даусы естіліп, ұйқысы шайдай ашылды. Әрі дөңбекшіді, бері дөңбекшіді, кірпіктер айқасар емес. Ұйқы шіркінне маза кеткен соң, төсегінен тұрып әлденені ермек етіп көргісі келіп еді, жанында бөренедей болып сылап жатқан күйеуінен қаймықты. Жұмысынан шаршап келгені міндетсініп, мұның талай рет аузынан қаққан, сөйлетпейді. Міне, қаншама уақыт өтті. Дене қызуы өрт болып лапылдап тұрғанымен, екеуі ара сағыныса қауышатын төсектері мұздай. Осы суық төсекпен бірге жүректері де суысып бара жатқандай. Не жазып едім, Құдайым-ай. Келіншектің ақырған күрсінісі бөлмені өртеп жібере жаздаған. Оның жас денесі өрт болып күйіп жанып жатыр еді. Ол осы сәт қуатты қолмен ыстық құшақты аңсады. Көрпенің өзіне тиесілі шетін шиыршықтап тастады. Шоқтай ыстық ойы оны ұзақ уақытқа босатпай жанын жеп барады. Түндей тұңғиық жанары жасқа толды. Өзекті өртеген өксікті сыртқа шығарғысы келмей, еріндерін қымқырып тістеп алды. Өне бойы шоқ болып сыған соң көрпесін шерпіп тастады. Терезеден төгілген ай сәулесімен жұп-жұмыр балтыры жарқ ете қалды. Кеудесіндегі қос алма көріктей бір көтеріліп басылды. Жанындағы жұбайы осынау жаратылыс жұбаныштарына махрұм, теріс қарап пырс-пырс ұйқы соғып жатыр. Расында жұмыс ауыр ма, әлде ләззатын сыртынан тауып келеді ме, ол арасын өзі біледі. Соңғы кездері ләззатқа жарым екен-ау деп жақындауды сиретті. Теріс қарап тоң теріс жататын Күмісбектің күйбең тірліктен, тіптен мынау айдай әлемдегі барлық қызықшылық шаттақтан ада түріне қарап қайран қалады. Осындайда қамсыз адам болады екен-ау деп іштей күйінді. Мына жатыс бәрінен де күдер үзген, үміті үзілген кісінің жатысы. Не бітірдім деп жатыр екен, ләззат күйеуіне тұңғыш рет жек көре қарады. Көңілді бір ілкі сәтке болса да селк еткізер мерейлі мезгіл болмаған да соң шығар. Ләззатта ертеңіне енжар қарай бастады. Арғы бөлмеден тағы да сәби дауыс естілді. Құртақандай сәби шешесінің аппақ төсіне тұмсығын тығып, мәмесін сылқ-сылқ емеді. Кенет Ләззаттың тұла бойы шымырлап кетті. Ол даналық бақытты аңсады. Шіркін-ай, қойнында қыбырлаған бөбек болса ғой, ұйқым шала деместен түні бойы емізуге, жұбатуға бар. Бірақ қырсыққанда құрсаққа шарана бітпей-ақ қойды. Күмісбектің де күрсініске жиі кезек беріп, күрсінетіні сондықтан. Шаңырақ көтергендеріне санап отырса 7-8 жыл шиыршықтай зыр айналып өте шығыпты. Ләззатпен бірге келін боп піскен мына жарқанай дөңгелетіп 4-5 бала туып тастады. Мұрындарының асты жылт-жылт етіп, біреуі аяғына оралып, екіншісі етегіне жармасып, шешелерін әурелейді де жатады. Басында елемеуші еді. Кейінгі кезде балалы келіншек көрсе, Ләззаттың тұла бойы бір ысып, бір суынып, өзінен өзі күйгелектенетін болыпты. Күндердің күнінде абысындарының бір ақыл айтты. Осылай қу бастарыңды сүйретіп жүре беремсіңдер, одан да дәрігерге барып қаралмайсыңдар ма? Бәлкім біреуіңде кінәрат бар шығар деген Гауһар жеңгесі. Осы сөзден кейін Ләззат көп ойланды. Bir күні Күмісбекке еркелей қарап, ойындағысын айтты. Бір-бірімізді кінәлай бергенше дәрігерге барып көрінейік. Бәлкім емделерміз, менің сәби сүйгім келеді деген. Жарайды деп Күмісбек келсе кетті. Бірақ ертесіне жұмыстарының қауырт екенін айтып қызметіне кетті. Арғы күні де оның қолы босай қоймады. Сосын Ләззат таныс дәрігер келіншекке жеке өзі барды. Ол Ләззатты әр тексерді, бері тексерді. Мұнан соң күйеуіңді ертіп кел деген. Негесін қайтесің, сенде кінәрат жоқ. Бар кінә күйеуіңде ме деймін. Мен дәрігерге көрініп келдім, деді Ләззат кешкісін күйеуіне. Не дейді олар? Жаным, сен де барып көрінші, әзірге менен кінә жоқ сияқты. Немене, сонда мені белсіз деп отырсың ба? Бұл қай сандырағың? Белсіз болсам түнде құшағыңдамын ғой, қашан еркектігімнен қалғанымды көрдің деп Күмісбек шатынап шыға келді. Енді дәрігерлердің айтқаны ғой, олар не демейді, жат ұйықта. Сол түні де ол булығып жылап шықты. Күмісбек келіншегін жұбатпаған. Осы әңгіме қайталанған сайын екеуінің арасындағы сыйластықтың көзге көрінбейтін нәзік жібі бырт-бырт үзілгендей болды. Сол жібек жіпті жалғай-жалғай көкірекке бір түйін беріш болып қатты. Бұл қандай түйін? Оны әзірге Күмісбек те Ләззат та терең таныған жоқты. Сол күннен бастап Ләззаттың қиялынан бөпелі болсам-ау деген бір ой кетпей-ақ қойды. Тамақ жасап жүріп те, үй сыпырып жүріп те соны ойлайды. Күмісбектің ағасы Алтынбек пен жеңгесі Қарақат енші алыспаған бірге тұрады. Қарақаттың 3 жыл 2 қызы бар.
Ләззат құлыншақтай асыр салған сол бес тентекті сұмдық жақсы көреді. Қолы қалт етсе ойнатып, беттерінен сүйеді, киімдерін ауыстырады. Қайнағасының құлдыраңдаған балаларына қарайласа жүріп, менің де осындай сәбилерім болса ғой, шіркін деп армандайды. Мына өмірде сәби иесінен артық қандай жұпар бар екен. Ләззат қайнағасы мен жеңгесінің балаларын шеттерінен шөпілдетіп сүйіп шығудан жалықпайды. Осылай жасаса, жаратқан да иіп, бұған сәби сыйлайтындай сезінеді. Қалай екенін өзі де білмейді. Соңғы сәттерінде тым балажан болып алды. Тіпті көршілердің де қара сирақ балаларына қарап елжіреп отырғаны, бірде оның осы елжіреуік жүрегін көрші-келіншек байқап қалды. Ләззат-ау, сатып алмай құл болмас, өзіңнен тумай ұл болмас дегенді білмеуші ме едің? Мына жас денең әлі де уыздай аппақ, балтырың толық, денің сау, бойыңнан базарың тарқамай тұрғанда әрекеттеніп көрсең қайтеді, әдірем қалғыр, біреудің баласы саған бала бола ма деген. Осы сөз Ләззатты тұңғиық ойға тартты да кетті. Сол-ақ екен, күн мен түнді ажыратудан қалды. Жатса да тұрса да көз алдында құлдыраңдап ойнап балалар жүгіріп жүреді. Аппақ армандарын арқалап келіп ақ төсегіне құлайды. Мұндайда әлде қайдан жыланша ирелеңдеген сезім толқындары тамыр-тамырын қуалап, өне бойын шымырлатады. Денедегі дерттің уын қайтару үшін күміспекті жұлғылайдай келіп. Бірақ ол оңайлықпен оянбайды. Мына тозақылардан құтылар мекем деп, тістене түскен сайын қара жыландары нәзік денесін еркін игеріп, ақ төсіне шабады, ақ тамағынан иіскелейді. Осы арпалыста ол күміспекті қалайда оятуға тырысады. Бірақ оның қара жыландардың барлығын қырып салуға дәті де ықыласы да жоқ. Әлден соң әрі аунап түседі. Ләззат болса сол күйіп жанған күйі қала береді. Түнеді, қап-қараңғы. Ләззат оянып кетті. Арғы бөлмеден әлдеқандай үн естілгендей, тағы да абысынның ұлы шығар. Жоқ, олай емес екен. Япыр-ай, мынау қарақаттың үні ғой. Тән тоятының тұңғиық тереңіне батқандағы көңіл қошының белгісіндей еркелей ыңырсыған бір сиқырлы әуен. Ләззаттың ынтық сезімдер оянып сала берген. Сол бойы ол жуынатын бөлмеге қарай жүгіріп барғанын да сезген жоқ. Суық су оған көмектесе қоймады. Бірде ол қайнағасы Алтынбекпен әлдеқандай себеппен соқтығысып қалды. Түнде қарақатпен деп ойлағанда денесі дір етті. Арсыз көңіл арқандауға көнбеді. Қымсынып тұрып қайнағасына құштарлықпен қарады. Бәленің басталған жері осы. Қайнаға айтпайды, келін қайтпайды деген сорақылық басталды да кетті. Енді Ләззат үйдегілердің барлығын қашан жұмысқа кетеді деп алаңда отыратын әдет тапты. Бір ғана ойдың жетегінде жүрген ол өзін судан, таза сүттен ақ сезінді. Бар жазығым отбасымды сақтап қалуға тырысқаным ба, күміспекке де өзіме де бақыт сыйлаймын. Содан соң Алтынбек бөтен емес қой, өз ағасы, өз тұқымы, онда тұрған не бар? Осы оймен ол өзін-өзі жұбататын, өз дәлелі қисынды көрінген соншалық енді тіпті қайнағасынан қысылмайтын болды. Жас келіннің өзіне деген соқыр сезімі Алтынбектің де есін алғандай. Ләззат беймезгіл құса бергісі келгенде барып, өзінің көтеріп қойғанын сезді. Қорыққан жоқ, қуанды. Екеуі ағайынды, бала бөтеннен емес, өзіне тартып туған ұлдан күміспек те күдіктенбейді деп өзін-өзі жұбатты. Баянсыз бақыт басын айналдырғандай еді. Ләззаттың іші біліне бастағанда күміспек күрт өзгерді. Енді ол баяғысында енжарлықтан айырылды. Ұйқыбастылықты да қойып, келіншегін түні бойы аймалап сүйіп шығатын болды. Келіншегі шекесі торсықтай ұлды дүниеге әкелгенде тіпті ес қалмады. Мені кінәлай беруші едің деді бірде ол келіншегіне. Енді өзің ғой. Бара салсаң қайтушы еді, бармасақ та болды ғой әйтеуір. Иә болды деді Ләззат тұншығып. Олар бақыт деді. Құлдыраңдаған сәби күлкісі үйге қуаныш үстіне қуаныш әкелген. Күміспектің де келіншегіне деген өкпесі ұмытылып келе жатты. Тек мына бір кездейсоқ соққы көлденең кездеспегенде. Бірде кешкі апақ-сапақта қарақат қайнаға мен келіннің махаббат ойыны үстінен түсіп қалды. Ол көптен бері күйеуі мен келіннің бір-біріне тесіле қарайтынынан секем алып жүруші еді. Құдай тас төбелерінен қос қолда бұрыпты. Ол Ләззаттың шашынан жұлып әрі де бері де сүйреді. Күміспектен ажырап кетемін бе деп амалсыз осы тірлікке барып едім деп ақталғансыды. Ал туарыңды туып алдың ғой. Енді неге тоқтатпайсыңдар? Ләззаттың аузына құм құйылды. Ләззат енді кімдігін әлемақ. Тайқы маңдай тағдырым ба? Ол осы тағдырын өзі тілеп алды емес пе? Ендеше өз ырқымен барған азабынан неге қашады? Оған ақылы жетер емес. Ол өзін ғана емес, қайнағасында екі оттың ортасына тастап кеткенін айналасындағы айқай асқынып бара жатқан соң барып сезінді. Өзін жанындай жақсы көретін жеңгесі
әрі абысыны қарақатта бұдан теріс айналды. Енді кімге барып мұңын шағады? Оның жаралы жанын кім түсінеді?